Өз балаларымызға қалай ықпал ете аламыз? Менің балаларым маған не дейтінін білесіз бе? Әке, біздің отбасымыздың салт дәстүрлері бізге қатты ұнайтындығы соншалықты біз әлі күнге дейін олармен жүреміз. Мысалы, әкелер үйде болса, онда оларды әкесі ұйықтататынын олар әрдайым білетін. Олар есейген кездің өзінде де біз бірге жататынбыз, әңгімелесетінбіз, күлетінбіз, мінәжат ететінбіз, және мен оларға ертегі айтып беретінмін. Олар менің ертегілерімді қатты ұнататын, ал мен болсам оларды ойлап табуда. Олардың сүйіктісі Құдай қалай шоколадты шәрбәті бар балмұздақты жаратқаны туралы болатын. Кейде мен аузыма келгенде айтатынмын. Кем дегенде олар мынаны нық білетін. Егер әкелеріміз үйде болса, онда ол кешқұрым бізбен бірге кереуетке жатып, бізге ертегі айтып береді. Тағы біз не істегенімізді білесіз бе? Бір кезде менің достарым маған джакузи сыйлады. Мен ешқашанда джакузиді армандамаған едім. Ваннаны да армандамаған болатынмын. Ол өте үлкен нәрсе болатын, және біз оны ата-анамыздың жатын бөлмесіне орнаттық. Міне, жаңа дәстүр пайда болады. Джакузидің қасындағы қабырғада кішкентай телевизор тұратын. Бір күні мен балаларға, жарайды, джакузиге кіріңдер, менің сендер үшін сыйлығым бар дедім. Ал өзім болсам асханаға асығып кеттім де попкорнды дайындадым. Біз попкорнды жақсы көретінбіз. Үлкен табақты алып жатқанда кенеттен Дотидің "Сен не істеп жатырсың?" деген дауысын естідім. Біз попкорн жейміз дедім, джакузиде. Мұнда тұрған не бар? Қымбаттым, ешкім ешқашанда, ал біз жейміз. Мен оралдымда үлкен табақты попкорнмен джакузиге кіріп, оны судың бетіне қойдық. Мен былай дедім: сонымен былай кімде-кім джакузиге попкорнды түсіріп алады, сол адам оны жеп қоюы керек болады. Сондықтан уыстап алмай кішкентайдан алыңдар. Осы күннен бастап әр күні кешке ұйықтардан алдын біз джакузиде бір-бірімізге попкорн салынған табақты итеру арқылы шомылатынбыз. Табақ айналып суда жүзетін. Біз попкорн жейтінбіз, күлетінбіз, және осы біздің отбасылық дәстүрімізге тағы не кіретінін білесіз бе? Біреулер ақымақтық деп айтуы мүмкін, алайда Макдауэллдер үшін бұл өте маңызды болатын. Біз бірге Мэтлок немесе "Ол кісі өлтіруші" туралы жазды сериалын көретінбіз, және шын жүректен көңіл көтеретінбіз. Әке, біздің сол отбасылық дәстүр есіңде ме? Сен үйде болған кезде әр күні кешке біз попкорн жеу үшін Мэтлок немесе "Ол кісі өлтіруші" туралы жазды сериалдарын көру үшін, көңіл көтеру, әңгімелесу үшін джакузиге кіретінбіз деп менің ұлым мен қыздарым әлі күнге дейін айтады. Міне, балаларға шынымен де осы ықпал етеді. Сонымен Диснейленд немесе Disney World бейсбол ойыны және тағы басқаларға сапардан гөрі, осы отбасылық дәстүр олардың өмірлеріне әлдеқайда көбірек ықпал еткеніне менің балаларым сенімді. Олар үшін бүкіл отбасымен бірге уақыт өткізу барлық нәрседен маңызды болды. Шығармашылық тәсілдер қолданыңыз, сонда қанша нәрсе ойлап шығаруға болатынына таң қаласыз. Балалардан да сұраңыз, олар да әртүрлі ойларды ұсынуы мүмкін.